Құдай енді күнімді түсірмесін. Алло? Момын, шықтың ба? Ау, Ерасыл. Кешегі жігіттер шақырып жатыр. Аха. Өзі сөйлесіп тастайық та. Сенің тірлігімен жиналып жатыр ғой, сен үшін. Қай жерге барайын? Роботының артында қуыс көшеге кесейін. Болтқа барам. Кешір, Ерасыл. Саламатсыз ба? Бегім Сұлу дейміз, Сайпалатада. Фамилиясы кім? Фамилиясы Күмісбек. Екінші этаж, 14-ші палатада. Аха, рахмет. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бегім Сұлуға келгенім. Бегім Сұлу пациентті қазір мазалауға болмайды. Жарты сағатта келсеңіз дұрыс болар еді. Жағдай дұрыс па? Жағдайы бәрі жақсы, жай ғана азғантай қорқып қалғаны болмаса. Давлениенің бәрін менен көріп жатсың ба сонда? Давлениең шыққан менен көріп тұрсың ба? Менімен амал жоқ тұрып жатсың ба? Менімен амал жоқ тұрып жатсың ба? Айтсай, амал жоқ тұрып жатсың ба? Менен шаршадың ба? Амал жоқ тұрасың ба мен? Иә, амал жоқ тұрып жатыр. Жауап берсе, бауырым мен саған сұрақ қойып жатыр. Адам сұрақтан жауап береді. Миды жеп қойдыңдар ғой. Сендер сонда мені ақымақ қылып тұрсыңдар ма не? Мен сонда баланы да туады екем, үйлеріңді жинайды екем, тамақты да жасайды екем. Мен сонда ақымақ екем ғой, Иә, ақымақсың. Сен вообще айранда үйіп отқан семьяны ажырастырайын деп тұрсың ғой? Айранды. Біз сонда ажырасып кетсек не болады? Не болады ажырасып кетсек? Көрдің ба бауырым? Сен қазір кетесің ғой. Мен дальше өмір сүремін ғой. Түсініп тұрсың ба жалын? Сендерге вообще дауа жоқ екен. Еркектердің барлығы бірдей. Саған вообще дауа жоқ екен. Шаршадым мен сенен. Вообще шаршадым. Шынымды айтайын. Шаршадым. Сендерге вообще өзгермейсіңдер сендер. Алла сау берсін. Аласың ба, брат? Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Келдіңдер ма жаңағы жерге? Иә, келдік. Жіберді ма бәріңді? Рободан? Жіберді. Тоқташ, кім шақырды полицейскілер жаңағы жерге? Сендер ма? Жоқ, біз емес. Боп, сендер кінәларың жоқ. Давайте, кешендер мен. Осымен қалай темат табылсын. Болды. Өбей. Давайте. Мынауың шынды ма? Қалай істесеңіз? Мұндай да бола ма не? Қызым,
Кішкене еш нәрсе заказ бермей отыра тұрсаң бола ма? Ол қалай болады екен аға? Бізде ондай рұқсат жоқ. Қазірше бастық жоқ, жарайды. Шама отыра тұрмыз. Рахмет қызым. Мәзір керек па, сізге ала салайын ба? Ала бер. Алло, балам, қалайсың? Жағдайың қалай, жақсы ма? Иә, пенсия түсті. Жаңа банкоматқа барып, пенсияны алып, саған салып жібердім. Иә. Ой, балам, маған жетеді ақша. Балам, қайда жүрсең де, уақытлы тамағыңды ішіп жүр. Жарай ма? Мен сорпа заказ бердім. Иә. О, міне қуырылған балық та келді. Мейлі, жақсы балам. Давай, пока. Ата, мына сізге. Жоқ, керек емес қызым, керек емес. Ата, арнайы сіз үшін әкелдім. Қолымды қайтармаңыз. Ой. Мынау ұят болды ғой қызым. Жарайды, онда екеуміз бірге отырып жейік. Жарай ма? Кел отыра ғой. Al kızım. Al. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалай жағдай? Жақсы. Шешілді ма жаңа тірлік? Не үшін келдің? Бегім сұлудың жанында болу керек болды. Болдың ба енді? Жоқ, кіргізбеді. Мен жаңа шақырғанда, Құдай сақтасын, арам оймен шақырып, ұрып бір жерін майып қылғанда қандай жағдайда болар едің? Өз-өзің кінәлі сезесің ғой. Мерей өткенде ұстап алғанда не деп айтты? Ол кезде машинаны қысып тоқтатты, ұрды деді ғой. Сондай адам ұқсай ма? Жоқ, мен оған сенген жоқ. Бірақ шынымен де ол солай болған ғой. Мерей ма? Мерей мен Сарауыз балапан кішкентай кезімнен бастап туған ағамдай болып кеткен ғой. Былай ақыл ойы бар кезде бітімі бөлек тұлға еді ол. Любой ортада абырой мықты еді.
Білесің ба, мен өз бауырларымнан көрмеген жақсылықты сол Мери ағамнан көрдім. Үніңді білесің ғой не істеп жүргенін. Сенің араласуың дым қажет жоқ еді негізі. Мери, сен келмей өзі шешу керек еді. Жарай ма? Нұрбай, араласпағанда мен бұл родной братишкам. Жас бала сүрінбейтін жағы жоқ. Аспаннан салбырап түскендей болмайық, біз де қателескенбіз. Ініме өзім тәрбиелеп, өзім түсіндірем. Жоқ десең, до конца барам мен. Мери, енші өзің дұрыстап түсіндір. Екінші рет қателеспесін. Жарай ма? Нормально, ондай болып тұрады. Есепсіз жақсылықтар өткен екен ғой. Сол жақсылықтарды мен қалай қайтарған білесің бе? Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Мери, сен інің беспределдік бітті. Білесің ба? Допуск етіп жүр. Мери сені қандай жекті екенін білем. Інің тастада кетсе бұл жүрді. Ініңді өлтіріп қоймаймыз. Бағлан, мен қалдырып кете беретін інілерім көп емес. Мен өзім берем жазасын. Жоқ десең, до конца барам. До конца ма? До конца. До конца ғой? До конца. Ұзын, көзіме көрмей құр. Мери мен өзім шешем. Құр, 3-ке дейін санайым. 1, 2. Менің себебімнен жындық болды. Түсінесің ба? Мен кесірімнен. Өмір бойы өзім жеп өтетін шығармын осы. Қолыма қарап жүрген басқа ештеңе келмейді. Қазір жас 30-ға келді. Қастардың арасын мазаққа айналды. Если қарашты агрессивный болғанда ше, оған психбольницаға жатсып қоятын еді. Жоқ, ондай болған жоқ бірақ. Жанашырлығын кесірінен, может, соның себебінен кәдімгі балам не зақып кетті ғой. Тұрсың ба, балам не зақып кетті. Өзінің баялған сақталған жұмсақ мінез ғана қалды. Қандай жатсың? Қанша жерден арсыздарға қатыгез болса да, бауырларына сондай жанашыр. Молодец екен ғой, ә? Мен одан көп нәрсе үйрендім. Қандай нәрсе жасасаң да кешіре сал, оқымай. Мен ана балғын деген досым сияқты екен, е? Мен оны қанша ұрам, басына секірем, ананы жөндеп пісір деп тамақ ше. Мен кешіре салады, тура сондай екен ол. Ол қазір өз туралы айтып жатқан да білмеймін. Бегім сұлуға кіре берсеңіздер болады, бірақ қатты мазалай бермеңіздер, түнімен сандырақтап сөйлеп шыққан еді. Сіз қателесіп тұрған жоқсыз ба? Бегім сұлу сөйледі ма? Одан басқа палатада ешкім болған жоқ. Түнімен момын деп айтып шықты. Жарайды. Сендер бара беріңдер, мен өзім жанында боламын. Жарай ма?
Жағдайың жақсы ма? Бегім сұлу. Сен сөйлей аласың ғой, ә? Бегім сұлу, мен сені жақсы көретінімді білесің ғой, ә? Қандай жағдай болса да мен сені тастап кетпеймін. Бегім сұлу, сөйлей аласың ғой сен, ә? Егер біреуден қорқып сөйлей алмай жүрген болсаң, онда маған айт. Қандай проблема болса да бірге шешеміз, бәрін бірге көтереміз. Жарай ма? Сөйлей аласың ғой? Бегім сұлу, мен сенімен танысқан кезде мен сені ештеңе жасырған жоқпын. Қалай бармын, мен бар болмысым саған көрсеттім. Өйткені екеуміздің арамызда құпия болмау керек. Егер өткен өміріңде бір нәрсені бүлдірген болсаң, немесе адамдарға айта алмайтындай бір ұят нәрсе бар болса, онда мен сен қандай болсаң да, қандай қателік кемшіліктерің болсын, мен барлығын қабылдауға дайынмын. Сен сөйлей аласың ғой, ә? Бегім сұлу, ешбір сыр ашылмай қалмайды. Жеріңде құлағы бар. Түнде сен сөйлеген екесің. О кездейсоқтық емес, именно момын деп сөйлегесің. Дәрігерлер естіді. Онша Ерасылдың бәріміздің көзімізше айтты. Мен сұрап тұрған кезде айтып бол. Ертең сыртыңнан естейтін болсам, бірақ сөйлей аладыңды, ол кезде мен қатты ренжимін. Сөйлей аласың ғой? Бегім сұлу, дәл қазір сен мен ерніме қарамай-ақ естіп тұрғаныңды білем. Сөйлей аласың ғой, ә? Әне, шошыдың ғой, ә? Естідің ғой сен қазір, ә? Естідің сен, шошыдың ғой? Значит, сен құлағың естіп тұр ғой қазір? Мұлқау деген естімеу керек қой, ол мұлқаулар деген естімегеннен кейін сөйлей алмайды ғой. Естідің ғой қазір, шошыдың ғой, міне. Сөйлей аласың ғой, ә? Бегім сұлу, сөйлей аласың ғой сен қазір, шошыдың ғой. Бегім сұлу, сөйлей аласың ғой, ә? Сөйлей аласың ғой, бегім сұлу. Бегім сұлу, маған да оңай болып тұрған жоқ бұл жағдайлардың бәрі. Мен де сабыр сақтап отырмын бәріне. Олай маған мінезін көрсетпей ақ қой. Мен сені адам сияқты сұрап тұрмын, мен сені. Сөйлей аласың ғой, ә? Бегім сұлу, не үшін бұның бәрі? А? Мына жерден кетейікші. Сосын айтам бәрін.
Сәлем көрермен, сериал сіздерге ұнады деген үміттеміз. Біз барлық комментарийді оқимыз. Ыстық ықыластарыңызға үлкен рахмет. Құдай қаласа 200 000 просмотрдан аса жинайтын болса, осы серия келесі серияны шығарамыз.